Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай самсаның жасалу жолын көрсетемін. Осындай етіп тоңазтқышқа шалып қатырып та пісіруге болады. Оған керекті заттарым: менде тартылған фарш, картоп 2 дана, 1 дана жуа, бұрыш, приправа. Менде дайын тұрған қамыр, сол қамырдан жасайтын боламын. Мынау менде фаршым. Осыған енді картопымызды ұсақтап 4 бұрышты етіп тураймыз. Өз қалауларыңыз бойынша ішіндегі салмасын жасауға болады. Мен картоп жуа салдым. Осындай етіп барлығын ұсақтап турап аламыз. Жуамыз бен картопымызды. Енді жуамызды тураймыз. Оны да осылай етіп ұсақтап салон 4 бұрышты етіп тураймыз. Жуасы көп болса дәмді болып шығады. Барлық картоп жуаларымды турап дайындап алдым. Енді осыған бұрышымызды, приправамызды саламыз. Татымына қарай тұзын саламыз. Әбден араластырамыз осыларды. Керемет дәмді болып шығатын самса. Татымына қарай тұз салдым. Осылай етіп барлығын әбден араластырып аламыз. Ішіне салатын салмам дайын. Енді қамырын дайындаймыз. Менде дүкеннің дайын салмасы. Осыдан жасаймын. Осыны 2-ге бөлеміз. Оны ортасына тағы бір бөлеміз. Осыны ұсақтап, өзімізге керекті бөлшегімізге бөліп дайындап аламыз. Дөңгелетіп, ыдысымызға салып жинай береміз. Міне осындай болып шығады. Барлық салмам қамырым осылай жасап аламын. Или қоюға ыңғайлы жасап алсақ барлығын. Сонда тез-тез жайып, дөңгелетіп аламыз. Осылай етіп барлығы бір дайындап алсақ. Енді осыны ұнға сала отырып, илейміз дөңгелетіп.
осылай етіп дөңгелетіп барлығын илеп шығамыз. Оны да ысып дайындап аламын әуелі. Жуасын мен аздау салдым, сіздер молдау салсаңыздар дәмді болып шығады. Сарымсақ салып жіберсеңдер болады. Дәмі керемет болып шығады. Қалың да емес, жұқа да емес етіп жайып аламыз. Осыған енді фаршымызды бір былғап жіберіп, қасықтың көмегімен саламыз фаршымызды. Дайын салмасын арасына. Мен осындай етіп, үшпішті етіп жасаймын. Бұны да солай үшбұрышты қылып жасаймын. Үш жағын бірдей қылып алып аласыз да, жан жақтарын қысып шығамыз. Енді мен мынадан тюльпан түрін жасаймын, раушан түрін, қызғалдақ түрін. Өйстіп үшбұрыштап бірінші салып аламыз араларын. Енді түбін әбден қысып шығамыз бұны да. Не осындай болып шығады. Қызғалдақ самсам. Не барлығын жасап дайындап алдым. Үшбұрышты қылдырып, тюльпан самса қылдырып, екі түріне жасадым. Пергамент қағазын противенімізге төсеп дайындап аламыз. Оған дейін пешімізді қыздыра береміз. Қасына тюльпан түрін саламыз. Мына тарелкеге салып қойғаным тоңазытқышқа салып қатырып аламыз. Осыны керек кезімізде алып пісіре қоюға ыңғайлы. Ыдысымызға жұмыртқаның жарып ағымен сарысын бөліп аламыз. Бізге керектісі сарысы. Сарысымен бетін майлаймыз. Екінші ыдысымызға сарысын бөлек салып аламыз. Сарысын шөткімен араластырып алып бетіне жағамыз әбден. Бүкіл самсамыздың бетіне. Осылай етіп барлығын дайындап аламыз. Тәрелкеде тұрған самсамызды морозкеге салып, тоңазытқышқа салып қатырып қоямыз. Керек кезінде алып
жаға қоямыз. Міне барлығын жағып дайындап алдым. Осының бетіне кунжут сеуіп жатырмын. Өз қалауларыңыз бойынша кунжут сеууде. Осылай етіп барлығын сеуіп шығамыз. Енді қызып тұрған пешімізге салып пісіріп аламыз. Міне менде піскен самсаларым. Осыны енді асты мынадай болып шығады. Беті осындай әдемі болып шығады. Өздеріңіздің пештеріңізге қарап саласыздар. Міне үшбұрышты болған самсаларым. Қатпарлы болып, керемет дәмді болып шықты. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Қолмен жасап, өз қолдарыңызда жасағанға керемет дәмді болып шығады. Не осындай керемет дәмді самса болып шықты. Түстері әдемі жылтыраған қатпарлы болып шықты. Міне арасы жұмсақ, керемет дәмді. Міне морозкаға салып қатырып қойдым. Осындай болып шығады, заморожен болып. Осыны керек уақытымызда пісіре қойсаңыздар болды. Бетіне жұмыртқасын саласыздар да пісіре қоясыздар. Оңай әрі жылдам. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, ас болсын баршаға.